Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілімнен кеш сермедім. Жасынан соқтықпалы, соқпақсыз жерде өсіп, өз айтқандай мыңмен жалғыз алысқан Абайдың ең ұлы өкініштерінің бірі ғылымға қолын кеш сермегені. Озбырлықпен, әділетсіздікпен алсам деп жүріп, оқу білімнен шеттеу қалғаны. Сондықтан Абайды неге 40-қа дейін жазбады деп кінәлауға болмайды, өйткені ол 40 жасқа дейінгі оның өмірі қоғам қайраткері ретінде, ел басшысы ретінде бүкіл уақытын соған жұмсады. Өкініштісі, өлеңдерін ерте, 9 жасынан шығара бастаған ақынның 40 жасқа дейінгі жазған өлеңдерінің көбісінің сақталмағаны, әркімнің қолында жүріп, жоғалып кеткендігі. Абайдың ойының екі айрықта тұруы бұл заңды. Және сол құбылысты ол 40 жасына келгенше бойына сіңіріп, әр сөзін астарлап, өмірден қорытқанын, күйініші мен сүйінішін, мұңын, ызасын, азасын араластыра беруге мүмкіндік берді. Сол 40 жасқа дейін ол әр сөзді, әрбір тіркесті ойында ойлаған сияқты. Қалам алып, өлеңге түспегенмен де ол Абайдың ішінде тіркесімен қайнап жатты. 1870 жылдардың орта шенінен бастап, Абай айналасында үлкен өнерпаздық мектеп, ақындық орта қалыптаса бастады. 1875 жылы Абайдың Әйгерімге үйленуі ақын өміріндегі елеулі оқиғаның бірі. Алыстан ат терлетіп, Абайдың алдын көруге келген ел өнерпаздарын ақын Арал төбедегі Әйгерімнің отау үйінде қабылдап, келелі мәжілістер, кеңесті мәслихаттар ұйымдастырды. Осы жылдары 300-ді әнмен қырған атақты Біржан Салдың сонау Көкшетаудан Абайды арнайы іздеп келуі, Шыңғыс өңірінде зор рухани оқиғаның ізін қалдырды. Кеткен соң кең жайлау, қолы зидай ел кеткен соң ай. Бір көскен кішкентайдан Біржан сияқты айтулы, жаңағы бірге туған келу әрине. Одан да бұрынғыдан биік деңгейге көтерген әншілік деген қазақтың сол өңірдегі әншілік өнері мысалы үлкен зор ықпал еткен. Кейін де Абай айтады ғой, сендей әнші жоқ, болмайтын шығар дегенде жоқ, сендей тыңдаушы жоқ қой дейді ғой. Тыңдаушы тоз болса екен, аз болса екен. Осы Абай сен сияқты болса екен. Сонда тыңдаушы бар жерде өнер ешқашан өресі төмен түспейді, өнер өркендей береді. Тыңдаушымен өркендейді ғой.
сол замандағы 100 мыңдай халқы бар Семей қаласындағы қос кітапхананың бірден бір белсенді оқырманы Абай болғаны белгілі. Адамзаттың бәрін сүй бауырым деп, үлкен гуманистік ой айтқан Абай жат жұрттық жақсыларды жатырқамай, қайта айдауда жүрген білімдар азаматтарды өзіне жақын тартты. Шетелдік оқымыстыларды туған халқының мәдениетімен, тарихымен таныстырды. Өзі де озық ойлы зиялылар арқылы батыстың ғылым біліміне қанықты. Ақынның орыс зиялыларынан ең алғашқы танып білгені саяси көзқарасы үшін жер аударылған Михаэлис болды. Ақын оған дүниеге көзімді ашқан кісі Михаэлис деп ағынан жарыла баға берді. Михаэлис оны төңкерісшіл идеялар үшін Семейге жер аударылған орыс демократы Долгополовпен жүздестірді. Кейін Долгополов та Абайдың ең жақын пікірлес серігін айналды. Абайдың осындай достарының бірі Семейге жер аударылған поляк заңгері Северин Гросс деген азамат болды. Оның заманынан озып туған заңғарлығын алғаш байқағанда осы жат жұрттық достар еді. Орыстар Абайдың жағына шығатын себебі мына ел ішіндегі билікті, қазақ ішіндегі тәртіпті сол Абай сияқты мықты, ақылды, азулы адамдар арқылы орнатуға болатынына көз жеткен орыстар. Сондықтан олар Абайға бүйрегі көбірек бұрады қара халықтан гөрі. Абай Михаэлиспен үйірлесіп алғаннан кейін оның дос жолдастары Гросс және Долгополов тағы бірнеше орыс білімділерімен танысады. Олар Абай ауылына қонақтап қайтып жүреді. Соған қарап, Абай осылардан ғана үйреніп дүниемен танысты деуге келмейді. Михаэлиске жолықпай тұрып, Толстойдың шығармасын оқып түсінуі, өзінің інісі Халиолланы 12 жыл мехнаттанып оқытқан еңбегінің нәтижесіз болмағанын аңғартса керек. Әрхам Кәкітайұлы. Абайдың адам болуына белгілі дәрежеге қарым-қатынас болған ол Гросс, ол Михаэлис, ол Долгополов, тағы басқалар. Бірақ олар Абай дәрежесінде емес. Олар көсем бола алмайды. Олар Абайдың дәрежесіндегі ойшыл адамдар емес. Олардың қандай сөз бар екен? Абайдан артқан қандай сөз бар? Жоқ. Патша үкіметінің тырнағы қазақтарға батқанын көріп отырғанмен Абай дамудың басқа жолына жүгінді. Ол ауыл қазақтарын әртүрлі жолмен кінәлап, оларды Семейге алып барып католичкеге отырып отқан қазақтардың жағдайын білді. Бірақ сөз сөйлесе алмай, орыстармен тілдесе алмай, өзінің жағдайын айтып түсіндіре алмай, қор болды қазақ. Сондықтан да Абай орыстың білімін білу керек, орыстың тілін білу керек. Орыстың тілін білсең көкірек көзің ашылады деген сөзді тегін айтқан жоқ. Осы арқылы Абай сияқты сол кездегі үлкен демократтар, біздің Шоқан да, Абырай да, орыстарменен біз білімін білгенде ғана теңелеміз. Сол арқылы біз өзімізлермен тең тұра аламыз, біз азаттық алсақ осы жолмен аламыз деген идеяға келді. Абай осы идеяны іске асырушы. Орыс достары Абайды Пушкин, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Белинский, Салтыков-Щедрин, Добролюбов тағы басқа орыс ақын жазушыларының шығармаларымен таныстырды. Бұл жылдары Семей кітапханасы Абайдың екінші үйіндей болды. Аталған кітапханада ол 19 ғасырдың прогрессивті ойшылдары Дрепер, Льюис, Миль, Диккенс, Спиноза, Бред, Скотт, Спенсер, Дарвин еңбектерімен қауышты. Абай енді жаңағы классиктерді оқығаннан кейін жаңа эстетикалық программа ұсынған адам. Абай заманында ақындықтың құны онша мықты болмаған. Бұл жырақ сөз деген Абайдың өзі оларды көпшілігі.
жасыратын ақындардың көпшілігі кедей болған. Кедей ақындар біреуді мақтап өлең айтып мал тапқан. Ең өткір деген тілді ақын шөженің өзі көзім жоқ іштен туған бейшарамын, кейін жейін деп елден тары келіп едім дейді. Елден тары жеу деген сөз, елден бірдем алу деген сөз. Бірақ алған адамның қадір қасиеті бола ма? Беделі де болмайды. Міне абай өлеңнің қадірін кетіп жүрген осылар екен. Бұл орыс әдебиетін, орыстың эстетикасына қолы жеткеннен кейін тапқаны. Өлең деген бұл өнер екен. Өзінің эстетикалық программасында абай ең алдыменен жаңағындай ақындарды сынап алады. Бұрын ескі ақында тұрсан барлап, мақалдап айтылатын сөз қосарлап, ақындар ақылсыз надан келіп, көр жерде өлең қыпты жоқтан қармап деп келетін өлеңдері абайдың соларға сынға арналған. Ал сөйтіп келіп, абай өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ерданасы, тілге жеңіл жүрекке жылтиып тептек жұмыр келсін айналасы. Бөтен сөзбен бұлғанса сөз арасы, ол ақынның өлімсіз бишарасы дегенді айтты. Бұл жаңа ақындық программа еді. Ақындық программа еді. Бұның түбі Белинскийдің, Чернышевскийдің эстетикасынан шығады. Қазақтың төл мәдениеті мен шығыс дүние танымын батыс ілімімен қатар меңгерген Абай енді өз туындыларын дүниеге әкеле бастады. Алғашында оның өлеңдері Көкбай Жанатайұлының атынан тарады. Тек 1886 жылдан бастап Абай өлеңдерін өз атынан жариялай бастады. Ал жас кезінде өзінің атынан шығармай, Көкбайдың атынан шығарып жүргенде, Құнанбайдың баласы өлең шығарып жүр деген сөз, Құнанбайдың баласы өлеңмен қайыр сұрап жүр деген сияқты естілетінін абай сезген. Содан кейін оған жуылмаған, Көкбайдың атынан шығара берген. Ал анандай жағдайға жеткен кезде Көкбайды шақырып алып, сен ақыңа менен бір соғым ал да, өлеңімді өзіме қайтар деген. Бұл кезде ақындықты мойындаған кезі. Ол осы орыстың эстетикасының әсері деп ойлаймын. 1889 жылы Дала уәлаяты газетінің 12 санында ақынның «Жаз» деген өлеңі жарияланды. Абайдың екі өлеңі шыққан кезде газеттің бетінде бір үлкен қозғалыс, сілкініс пайда болады. Ол сілкіністі бастап берген өзіміздің қазақтың көсемі, Алаштың көсемі Әлихан Бөкейхан. Екінші, оған үн қосушы Мәшүсіп Көпейұлы. Сонда жаңа Мәшкең жазыпты. Құнекеңнің бір жақсы баласы осында өлеңі шығыпты. Ал бірақ сол Құнекеңнің өлі тұрсын білмей жүрміз, себебі ас берілмеді деп. Кәдімгідей бұл кішкентай іштегі қызыл наз, мүмкін әйтпесе енді кәдімгі сын. Онымен Абай кішірейіп қалмайды, онымен Мәшүсіп кішірейіп қалмайды. Бұны айтуымыз керек. Абай аға, Баянауылдан Мәшһүр Жүсіп деген кісі келіп отыр. Қай үйге түсірейік? Анық Мәшһүрдің өзі ме? Иә аға. Өткен жолғыдай Мәшһүрдің атын жамылған алаяқтың бірі болып шықпасын. Осында түсіріңдер. Жарайды аға. Ассалаумағалейкум, Ибрагим мырза. Мәшһүр Жүсіп болсаң айтшы ғана. Құдай қайда? Жүректі. Ал тозақ қайда, жұмақ қайда? Үйіңнің екі босағасында. Қатының жақсы болса жұмақ, жаман болса тозақ. Сайтан, ол кім сенше? Соны сұрақ тұрған, сіз сайтан. Болды. Көңілім толды. Анық Мәшһүр екенсің, кел төрлет. Жоғары шық. Ассалаумағалейкум. Ағалейкум ассалам. Төрлет, жоғары шық.
Екіншіден абайлығы да сонда жаңағы қазақтың жалғыз газеті, бұл үлкен газет болған, бүкіл 300-ге тараған газет. Бір жеті Орынбор, бір жеті Ташкентке дейін тараған үлкен газет. Сонда соған абайдың сөзі тараған. Сол газеттің кейінде қарап отырсаңыз, парақтап отырсаңыз, зерттеп отырсаңыз, абайдың өлеңі шыққаннан кейін кәдімгідей, қазір біздің сөзімізбен айтқанда билікті сынап, парақор болыс, жаңағы жөнсіз билік жасай алмаған би, тіпті әлгі орыстың отарлаушы шенеуніктерді дейін сынап жіберген. Олар лауға аталады, қазақты жәбірлейді, бермей кетеді, тағы сол сияқты. Енді осы кезде газеттің редакциясы ескерту береді. Бұл жаңа үкіметті сынауға болмайды дегендей әңгіме. Сонда осының бәрі жаңағы абайдың сыншыл реалист дейміз ғой енді. Заманның сүгіретін түсірген заманды сол күйінде қабылдап, өзінің пікірін айтқан сыншыл абай, сыншыл реалист абайдың бір қолтаңбасын тағы бір осы жерден көреміз. Өлеңдерінің алғаш тасқа басылып, баспасөз арқылы қалың елі қазағына жария болуы абайды поэзияға жаңа көзқарас тұрғысынан қаратты. Поэзия құдіретін, сөз өнерінің әлеуетін парасат таразысына салып безбендеген ұлы ойшыл надандық пен зұлымдыққа, озбырлық пен әділетсіздікке қарсы бітіспейтін мәңгілік майдандағы ең күшті қару қалам екенін түйсінді. Тіл өнерімен бір жола дерттенген ұлы ойшыл 1890 жылдан бастап өзінің ғақлияларын, яғни қара сөздерін жазуға кірісті. Абай өзінің кім екенін, ұрпақтарға кім боп қалатын анық білген адам. Абайдың бойында мына қара сөздерді жазбауға мүмкін болмады. Қолында қалам, сиясымен ана іште лықсып тұрған ойды еркісіз шығара беру керек болды, лықсып тұр. Соны тек үлгеру, жазып үлгеру мәселесі болды. Сондықтан бұл жанрталған жоқ, осылай жазды, жазғаны және бізге керемет болды. Өзінің сөзін құрметтейтін, қастерлейтін, соны түсінетін, ұғынатын, кейінгі ұрпақ барын ол анық білген адам бұл кісі. Бұл хакім адам ғой. Дүниені себебін білуші адам ғой. Сондықтан сол мақсатта жаздым. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе, әйтеуір бірталай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жылыстық, айтыстық, тартыстық, әурешілдікті көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық, қалып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қоршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып, не қылып өткіземіз? Соны таба алмай, өзім де қайранмын. Ел бағу? Жоқ, елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, баға алмаймын. Балалар өздеріне керегінше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзің түгел көре алмайтұғын, ұры, залым, телімсектердің азығын бағып берем деп, қалған аз ғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретерсің? Білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып отырғанның не пайдасы бар? Мұңдасы, шер тарқатысар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатұғын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Оған да тыныштық керек.
Не көңілде, не көрген күйіңде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай харекетке қосайын? Балаларымның өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпенен көрерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қылдерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым. Осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын, я оқысын. Керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. 38-ші қара сөзін айт. Хакім деген не? Хакім деген дейді, былай дейді. Хакім деген әрбір нәрсенің себебін іздеушіні хакім деп айтыңдар дейді. Соның былай айтады. Әрбір ғалым хакім емес дейді, әрбір хакім ол ғалым дейді. Көріп отырсыз ба? Сонда ғалым мен хакімді ажыратып отырған Абай. Сонда Абай ғалымдық деңгейден жоғары кетіп, хакімдік деңгейге көтерілген адам. Сонда бұл ғылымдардың субординациясы анықтап отыр. Біз осы мәселені көп айтатымыз. Ғалым деген не, философия деген не деп. Сонда айтады, ғалым әрбір ғалым хакім емес, әрбір хакім ғалым. Хакім деп отырғаны философ деген сөз біздің түсінікпен алғанда. Әр дүние себебін зерттеуші. Сонда Абай хакім, Абай ойшыл адам, терең ойшыл адам, ол ағартушы емес. Хош, сөйтіп жүріп ақ мал таптың, байыдың. Сол малды сарып қылып, ғылым табу керек. Өзіңе табылмаса, балаң тапсын. Ғылымсыз ақиретте жоқ, дүниеде жоқ. Ғылымсыз оқыған намаз, тұтқан роза, қылған қаж ешбір ғибадат орнына бармайды. Қазақ жоңғар соғысынан кейінгі қазақ дінсізденді ғой. Сол дінсізденген надан халықтың малына қызығып, бір пайда табайын деп, ағылып, Орта Азиядан ишандар келе бастады дейді. Мәшһүр атамыз айтады, қарны палауға тойған, миы нашаға кепкен, сарт сауанның ишандары келіп, аппақ қағаздай қазақтың балаларын бүлдіріп жатыр дейді. Абай осы процесті көзімен көріп, оған қарсы шығады. Ешбір қазақ көрмедім. Малды иттікпен тапса да, адамшылықпен жұмсаған. Бәрі иттікпен табады, иттікпен айырылады. Бейнет, күйігі, ызасы, сол үшеуінен басқа еш нәрсе бойында қалмайды. Барында баймын деп мақтанады. Жоғында мағанда мал бітіп ет деп мақтанады. Кедей болған соң, тағы да қайыршылыққа түседі. Абай енді шын мәніндегі осы сол 5 уақыт намаздан да, оразадан да ғылымды жоғарыға қойған біз көреміз. Және оның дұрыс істегендігін уақыт өмір дәлелдеп отыр. Өйткені Абайдың заманында қаншама тақуа молда ғұламалар өтті мысалы. Бірақ олардың бірде-бір есімдері елдің аузында қалмады. Ал бірақ Абай сол өзі айтады ғой, кореннойға кіруге дейді ғой. Яғни сол Аллаға деген құлшылықтың тетігін, негізін ұстап алғанға ұқсайды. Және адаспаған, және ставка жасайды дейді ғой Абай. Сол Абай ғылымға ставка жасады. Мақсаты тіл ұстартып өнер шашпақ болған Абайдың алдында сансыз кедергілер, қабат-қабат тосқауылдар тұрды.
жалпақ сахараны жайлаған надандық пен зұлымдық атаулы түп тұқиянымен абайға қарсы өрі түрегеліп жатты. Озбыр күштерді ақынды аямауға әлде қашан бекінген болатын. Абай да олардан жақсылық күтпеді. Ақынның алдында жақсылық пен жамандықтың күресі, махаббат пен ғадауат майдандасып жатты. Абайдың тағдырындағы ең тұрлаулы және көп өкінішке, көп қақтығысқа себепкер болған тұлға ол інісі Оспан. Айтқаныңыз болсын, Еркежан. Шып-шырғасын шығармай, Абайға түптікөл жеткіземін. Абай өзінің бірде-бір дұшпанын жамандамаған. Кімді жақсы көрсе, соның бойындағы мен кінәлаған, басқа тимеген дейді. Шығады бүркіт алған қырбасына, Алаштың жолдас болдым мырзасына. Бір кісен жеке тиме аяғыма, Олжабай ортақ болды бір басыма. Абай тұр тұрғанда, әбе, саған да, мұсы жан саған да, болыстықтан орын жоқ. Араса! 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 Жүрегімнен ай сезесің, сенен басқа жаны жоқ бол. Дүниені көңілім кезесің, тиянақ жоқ па? Қой тоқта, қой тоқта. Достық айданы табарсың, кеңесерге